Саламатсыздар ма, курсанттар, тыңдаушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дактилоскопия, тарихы мен негізгі даму кезеңдері. Дактилоскопияның негізгі ұғымдары және оларды құқық қорғау органдары қызметінде қолдану. Дәріс сабағы барысында қарастырылатын сұрақтар. Дактилоскопияның даму тарихы. Дактилоскопияның ұғымдары мен міндеттері. Қол алақанның сыртқы бет терісінің құрылымы. Бірінші сұрақтың жауабына тоқталатын болсақ, дактилоскопия терминін дактилос, саусақ және скопия, қараймын, қарастырамын, бақылаймын деген мағынасы бар грек сөзінен шыққан. Бұл терминді 1893 жылы осы салада зерттеулермен айналыспаған аргентиналық дәрігер публицист Фрэнсис Лацинамен ұсынылған. Ол тек инкофлангометрия деген бұрынғы сәтсіз атауды дактилоскопия деп ауыстыруды ұсынған. Түрлі мақсаттар үшін саусақ із-таңбаларын пайдалану ертеден белгілі болды. Әдебиеттің қайнар көздеріне сүйенетін болсақ, ежелгі Қытай, Жапония, Үндістан, Тибет, Египет елдерінде саусақ іздерін жазбаша құжаттарға қол қою ретінде қойғанын, бірақ сол уақытта ғылыми дактилоскопияның бар болғанын айта алмаймыз. Европада популяр өрнектерін зерттеу бойынша алғашқы әрекеттерді итальяндық табиғат зерттеушісі биолог Марчелло Мальпиги бастаған болатын. Танымал чех патофизиолог профессор Евангелиста Пурки жасады. Бұл зерттеу биология және антропологиялық тұрғысынан жүргізген болатын. Дактилоскопияның одан әрі дамуы 19 ғасырдың ортасында Үндістанда жұмыс істеген ағылшын қызметкері Уильям Джеймс Гершелмен аталған байланысты. 1858 жылдан 1877 жылдарға дейін ол жүйелі түрде бенгал тілінде жазылған келісімшарттарды растауға және қол қоюмен байланысты индустардың бас бармақтарын із-таңбаларын бекіткен бір және сол адамның саусақтарын популяр өрнектерін зерттеді. Сонымен бірге 1879 жылы Жапонияда машықтанған шотланд дәрігер-физиологы Генри Фулт этнографиялық мәселелерді зерттеуге байланысты популяр өрнектері зерттеген болатын. Фулт жүргізген зерттеулерде саусақтар популяр сызықтары адамның өмір бойы өзгермейтіні туралы қорытындыға келді. Дактилоскопияның ғылыми негіздерін дамуға айтарлықтай үлес қосқан ағылшын антропологы және физиолог Фрэнсис Гальтон болатын. 1892 жылы Англияда жарияланған саусақ із-таңбалары кітабында саусақтардың популяр өрнектері бойынша тұлғаны идентификациялау идеясын дамытты. Саусақ із-таңбаларын дамытуда аргентиналық полиция қызметкері Вучич зор үлес қосты. 1892 жылы ол саусақ із-таңбаларын практикалық тіркеу және жіктеудің принципін ұсынды. Содан кейін 1894 жылы антропометрияға және дактилоскопияға жалпы кіріспе кітабы жарияланды. Онда ол әлемдегі алғашқы қол саусақ із-таңбаларының картотекасын сипаттады және антропометриямен салыстырғанда дактилоскопияның басымдығын сенімді түрде дәлелдеді. Осыған орай 1896 жылы Аргентинада бертелянаж алынып тасталып, дактилоскопия енгізілген болатын. Екінші сұрақтың жауабына тоқталатын болсақ, дактилоскопияның ұғымдары мен міндеттері. Дактилоскопия бұл қылмысты ашу процесінде тұлғаны іздестіру, идентификациялау және тіркеу үшін адамның тері өрнектерінің іздер бейнелерін қолдану мақсатында олардың құрылысы мен қасиеттерін зерттейтін трассологияның бөлімі болып табылады. Дактилоскопия термині дактилос, саусақ және скопия, қараймын, қарастырамын, көремін деген мағынасы бар грек сөзінен шыққан. Ал ол сөзбе-сөз саусақты қарау деген мағынаны білдіреді. Алақанның қабатын зерттеу пальмоскопия деп аталады. Латынның тілінен аударғанда пальма, алақан және гректің скопия. Тердегі ұсақ тесіктерді зерттеу пороскопия, грекше порос, ұсақ тесік және скопия. Популяр сызықтар мен ұсақ тесіктердің шеттерінің ойлы қырлылығын, шығыңқы және ойыс жерлерін эджоскопия, ағылшын эджо, шет, қыр және гректің скопия деген сөзінен шыққан. Бұдан басқа әдебиеттерді
плантоскопия секілді терминдер кездесетін болады. Ол адам табанын бүгілмелі жолақтарынан пайда болған тері өрнектері мен олардың бейнелерін зерттейтін дактилоскопияның бір бөлігі болып табылады. Дактилоскопияның мақсаттары немесе міндеттері келесідей болады. Бірінші, адамның қолы тері қабатының папилляр өрнектерінің іздерін анықтау үшін қолданыстағы әдістерді жетілдіру және жаңа тиімді криминалистикалық құралдарды құру. Екінші, аталған объектілерді бекіту, алу, сақтау және тасымалдау үшін қолданатын әдістерді жетілдіру және жаңа техникалық тәсілдер мен құрылғыларды құру. Үшінші, дактокарталар мен іздерді қорындағы мағлұматтар толық және үнемді жаңартып отыратын автоматтандырылған дактилоскоп ақпараттар жүйелерін құру болып табылады, немесе ADAS деп аталады. Төртінші, қолданыстағы бар дактилоскопиялық зерттеулер мен сараптамаларды жетілдіру және оларды жүргізу жаңа әдістермен жасап шығару. Жаңа ғылыми техникалық құралдарды, ғылыми техникалық процестің жетістіктерін барынша пайдалану. Келесі міндетіне дактилоскоп зерттеулер сараптамаларды тағайындауға дайындық және оларды тағайындау. Зерттеулер мен сараптамаларды тағайындауға дайындық және олар жүргізу барысында тергеушіні және сарапшыны өзара әрекеттесуі, сарапшының қорытындысына тергеуші мен соттың баға беруі. Келесі міндеттеріне қылмыстың алдын алу жөнінде ұсынымдарды әзірлеу мақсатында сот, тергеу, сараптамалық және криминалистикалық тәжірибені жинақтау және зерделеу болып табылады. Үшінші сұрақ. Қол алақаны сыртқы бет терісінің құрылымы. Адам денесі әртүрлі бөліктерден, терісінің сыртқы қабаты белгілі бір сыртқы құрылысы бар рельефтерден тұрады. Адамның қолы алақаны келесідей тері қабаттарынан тұрады. Ол эпидермис және дерма қабатынан. Суретте көріп өткендей, адамның тері қабатының бөліктері жоғарғы қабат эпидермис деп аталады. Екінші дерма қабаты. Үшінші тері асты майлары. Төртінші тер безінің түтігі. Бесінші ұсақ тесіктер. Алтыншы эпидермиялық өсінділер. Жетінші папилляр аралық дөңестер. Сегізінші папилляр аралық дөңестер. Тоғызыншы папилляр бүртіктері. Оныншы тер бездері. Бұл жерде ең басты назар аударатынымыз жоғарғы қабаты. Бірінші қабаты ол эпидермис. Адамның қолы зақымдалған жағдайда немесе белгілі бір ауруға ұшыраған жағдайда эпидермис адамның қолын тез жазылуына және оны қайта қалпына, бастапқы қалпына келуіне өз септігін тигізеді. Егер де төменгі қабаты, дерма қабаты зақымдалған жағдайда адамның қолында қыртық түріндегі ерекше белгілер пайда болады. Эпидермис гректің эпи үстінде жоғары және дерма терісі терінің үстіңгі қабаты деген мағынаны білдіреді. Адамның тері қабатының негізгі элементтері папилляр өрнектері бар аймақтар. Адамның папилляр өрнектері бар аймақтары адамды теңестіру үшін ең маңызды ақпараттық ие болып табылады. Әр адамның папилляр өрнектері әртүрлі болуы мүмкін. Әр адамның, әр субъектінің тері қабаты өзіне тән ерекше белгілермен ерекшеленеді және олар жеке дара болып табылады. Негізгі папилляр өрнектерінің үш қасиеттері болады. Жеке даралығы, салыстырма тұрақтылығы және қайта қалпына келуі деген. Осындай үш қасиетке ие болып табылады. Әр адамның өзінің қызметіне байланысты, қолындағы тері ауруларының ерекшелігіне байланысты, папилляр сызықтарының орналасуы және ерекше белгілердің орналасуы сипатталған. Біреулерде саңылаулары үлкен бейнелерді бейнелейді. Біреулерде әжімдері көп болуы мүмкін. Біреулерде тері аурулар болған кезде терісінде патологиялық өзгерістердің болуы. Қалыпты жағдайда тері қабатында папилляр сызықтары айқын және ерекше болып көрінеді. Және бұл жерде ескере кеткені адамның жас шамасына байланысты, жас балалардікі, жас өспірімдердікі және де ересек адамдардың папилляр сызықтарының кездесуі де кесте түрінде көрсетіледі. Адамның алақаны, қол алақаны келесі негізгі бөліктерден тұрады. Жоғары тұрған А тырнақты фаланга, Б ортаңғы фаланга, Б негізгі фаланга болып бөлінеді. Сонымен қатар адамның алақаны тенар және гипотенар бөліктерден тұрады. Бірінші тенар 1, тенар 2, тенар 3, тенар 4 және гипотенар бөліктері. Бұл жерде флексорлық линиялар қиғашынан және тігінен орналасуы мүмкін. Сондай-ақ фалангаралық
буындармен